Құрметті достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін мен қазір сіздерге арнайы шығып отырмын. Өзімнің хостелымнан. Хостелым буквально мынау здание. И айтқым келіп отқаны, бүгін видеоға ештеңені түсіре алмадым, потому что өте плотный күн болды. Біраз нәрсе болды, басымнан біраз нәрсе өтті, и оның бәрі бір күнде болғандықтан сіздерге шыға алмадым, бірақ енді осындай атайсыз алғаннан кейін сәл жақта интересный картина тұр екен. Суретке түсіріп инстаграмға салып қоямын. Бірақ сіздер көре алмайсыздар, потому что 0,5-те тұр, ана бітті қиын көрінеді. Ну, жарайды. Ана екі сүйіп тұрған бала. Сүйіп тұрған емес, скрипкада ойнайды. Біріншісі, азанда сабаққа бардым. Как обычно өтті, бірақ словактарда мынандай бар екен. Және де басқа, енді бұл ұлттық нәрсе деп айта алмаймын. Себебі ол бүкіл жерде болып тұрады. Мүмкін жүріп жатыр ғой? Болды, жүріп жатыр. Бүгін сабақ бізде 3 сағат болды. Неге десеңіздер, оның себебін мен білмеймін. Себебі 3 сағат өтті, негізінде 4 сағат болу керек. Мұғалім айтады болды, 3 сағаттан кейін сабақ бітті, қайтарсаңдар болады деп. Мен түсінбей қарап тұрмын, неге деп, сосын айтамын, сіз кетіп барасыз ба десем, я дейді. Неге десем, тағы 1 сағатымыз бар ғой десем, анақта группалдағы балалар жылайды. Өзі Украина, Россия, сол жақтан келген балалар, Беларусь. Айтады, танышатсай, анама дейді. Мен түсінбеймін, айтамын, сендер бұл жаққа ақша төлеп келіп жатсыңдар ғой, тіл білу үшін. Бір түсінер, мысалы, бір алгебра болса, болыпты жарайды, тезірек қайтайық қала. Біз еще бұл жаққа ақша төлейміз, еще тіл оқимыз, еще ертерек қайтамыз, бізге наоборот білімді бермей қалып жатыр да. И ол өте әділетсіз, менің ойымша. Мысалы, бұл жерде ешкім сенің келесің ба, келмейсің ба, оны ешкім қадағаламайды. Келін келмей ма, келмей-ақ қой. Сен ешкім сұрамайды да, ешкім саған звондамайды да. Бірақ осындай сәттерден кейін біртүрлі болып қаласың, словактардың бір осындай жұмысқа қарай сөйлестік. Мен Досымжан деген кураторға звондадым. Себебі бір моменттерде енді словакша түсіну керек, түсінбей кеттім. Негізі түсіндім, бүкіл не айтып отқанын түсініп жатырмын, бірақ та бір кейбір моменттерді жіберіп алу мүмкін деген сұрақ туындады. Сол себепті де Досымжанға звондадым, чтобы Досымжанға бүкілін айтып берсін, ал маған Досымжан айтып бере салады деген сияқты. Бірақ айтып отқанын бәрін түсіндім. Бірақ это было необходимо и очень нужно, потому что да, это было реально нужно. Сосын айтатын бәрін айтты, еститін бәрін естідік, и соңғы моментта ол біздің количество, қанша уақытқа тұратынымыз туралы сұрақ туындады. Бұл жерде біз негізі ойлағанбыз 5 айға аламыз деп. 5 айға аламыз деп, себебі бізге сол дұрыс болды, себебі 5 айдан кейін, 6 айдан кейін біздің оқуымыз басталады, ал оқуымыз басталғаннан кейін біз общагаға кетеміз ба деп отқан ойымыз бар еді. Бірақ та біз 5 ай дегенде түрінен қызарғаны көрінді, өте ашулы болды, кішкене дауысын көтеріп, сөйтіп наград ете бастаған болды. Бірақ айттық енді, все, давайте, біз студентпіз, көмектесіңіз бізге, енді үйтіп айтқан, көмектесіңіз деп, бүйтіп, міндетсініп айтқаным жоқ, бірақ сөйтіп, енді попросить еттік, студент болғаннан кейін, молодая семья болғаннан кейін бізге көмектесіп жіберіңіз, сол бізге дұрыс болар еді деп әрең көндіріп алып, сол кісіні бізге 6 айға беруіне сұрадық, и 6 айға төлеуге дайын екенімізді айттық. Енді әрең көнді, бірақ бүкіл словацкийімді қосып, сөйтіп сұрап алған түріміз бар енді. Қасымда Алихан деген жігіт отқан, ол вообще тығылып, қорқып, стресс болып қалды. Мен де бір стресс болып алдым, бірақ жақсы өтті. Содан кейін қоштастық, я деді, келісім берді. И солай бір тіпті соғыстан шыққандай қуанып, өте жақсы жеңілдеп қалдық, потому что квартира реально күшті. Ана жерде көрсетсем тағы да бәрі новый, бәрі чистый, өзіме қатты ұнады. Ол осы квартираны қарап болғаннан кейін, сөйлесіп келгеннен кейін біз хостелымызға келдік. Алихан екеуміз
содан кейін жүрміз общение жасап жүріп сосын жатыр и бір кезде мен енді телефоннан қарай алмаймын. Егер де сіздер ВНЖ-ға кіргілеріңіз келіп соған қалай подаваться етеді анау деп сұрасаңыздар, оған бұрында негізінде телефонмен терминді регистрациядан жасаса болатын еді, бірақ қазір ол мүмкін емес. Телефонмен ешқалай істей алмайсың, тек ноутбугың болса жарайды, потому что ноутбугың болмаса сені ешкім қабылдамайды, сайтқа кіргізбейді просто, телефон арқылы істей алмайсың. И сосын ноутбук арқылы бір кіріп көрейікші дедік. Кіріп көрген кезімізде басында термин жоқ болды. Бірінші рет көргенде термин жоқ болды. И тағы да екінші рет бәрі жатыр, по приколу кіре салайықшы дегенде терминдар пайда болды. Нитрада пайда болды, Братиславада пайда болды, бүкіл көп қалаларда пайда болды. И біз енді регистрациясын басып, мен паспорт номерлерімді енді жазып, окей деп басайын деп отқан кезімізде оның бәрі жоқ болып кетті. Шынымен де за секунду бәрін жұлып алады екен. Сосын расстроились, конечно. Сразу Досымжанға звондадым. Досымжан андай көмектесіп, ол бауырым вообще молодец, красавчик. Любой уақытта связьда. Блин, ондай адамды табу қиын, действительно. И сосын тағы да үшінші рет қарадық, и тағы да пайда болды. И Братиславада енді анаяқта бүкіл не бар бәрін сұрайды. Сенің әке, шешең, номер, қайда тұрасың, пропискаң қайда, анау мынау бәрін сұрайды. Сол себепті де соның бәрі сіздің қолдарыңызда болу тиіс. Болмаса өте ауыр болады, қиын болады. Сол себепті әрең соның бәрін толтырып үлгеріп қалдық. Братиславада енді менде майда ВНЖ термин дайын тұр. Оған да документтерім де бәрі дайын негізін. Сағат 9:30-да барамын. Өте қуанышты болдым. Ана жерде секіріп, қуанып, жабысып, прям от души дедім. Алиханға да өте ризашылығымды білдірдім. Магазинге кіріп алып бердім. Бірақ өте ырзамын ол балама, себебі өте көп көмегін тигізіп берді. Өте жақсы. Енді сол жаңалықтан кейін өте қуанышты болып жүрмін. Как будто бір облегчение болғанда болды өзіме, если честно. Жалпы айта келе, осы видеоларымды мен күнде жазып тұруға тырысамын. Соңғы осы мысалы бүгін менде бір түсіруге бір желание болмай қалды ма, или уақыт күш болмай қалды ма, сондай бір мәселе болды. Бірақ осының бәрінен өткеннен кейін сіздерге осының бәрі пайда болады деп ойлаймын. Бұл басында негізі тек қана менің адаптациям қалай өтіп жатыр екені туралы видео. Шыны керек, мен осында өзімнің ойларымды, сөздерімді бөліскім келеді, бірақ мынаяқта қазір көп многослойный бола алмаймын, потому что далам салқын. Ертең уже жылы болады, бірақ бүгін капец бола ветрено. И сондай жағдайымыз бар. Бірақ қазір енді салақша үйреніп жұмыс істеу керек, потому что мына жерде айта кетейін, тағы да арендасы өте қиын. Себебі бұл жерде квартираға кіру үшін сен депозит төлейсің, ал депозит ол квартираның өз бағасымен айына келетін бағасы бірдей. Ол ақша бірақ қайтадан келеді өзіңе, бірақ бересің да до конца, саған шығатын кезінде ғана қайтарып береді. И 2 ай заранее төлейсің. Из-за того, что біз апрельдің ортасынан кіріп жатыр, енді біздің счетымыз апрельдің ортасынан жалғасады. То есть мен тағы да 2 ай вперед и еще апрельге төлеу керекпін полностью. И еще депозитім бар. Оның бәрі маған біраз суммаға шығайын деп тұр. Маған договор жерді, соны қазір оқуым керек. Бұнда болып тұрады өзі. Біртүрлі адамдар өте шоқаша. Ондай болып тұрады. Соны енді маған сумманы табу керек, маған жұмыс табу керек. Қалай табатынын, қалай іздейтінін қазір қарау керек. Бірақ ертең бір жаққа кетіп бара жатырмын, оны видеода көрсетемін. В общем, аренда квартира туралы барлығы жаңалық болса өте қиын, бірақ табуға болады. Хорошо, что без маклеров реально табуға болады. Поэтому маклерлерге жүгірудің қажеті жоқ, себебі олар бір айлық квартираның сомасын алады. Ол өте көп. Біздің маклерлер оны естімесін, риэлторлар оны естісе талып қалар, себебі біздікілер 30 мың деген сонда табылар, квартираның бағасы, то есть 300 мың, 400 мың ала береді. Солай. Сау болыңыздар.